Шет елдің емес, өзіміздің отандық фильмдерге обзор жасайтын алғашқы YouTube каналға қош келдің. Каналға тіркеле кет. Бүгін бізде «Күйеуіме тоқал іздеймін» атты фильмге кішігірім шолу болады. Ендеше кеттік. Той болып жатыр. Ортаға тоз сөйлеуге тамада күйеуінің бірінші әйелін, яғни бәйбішесін шақырады. Оның телефонына қайта-қайта SMS келіп қоңырау шалынады. Телефонға жауап берген кезде оның түрі бұзылып кетеді. Ал енді небәрі бір аптаға кейінге қайтайық. Асиманың жүрегі айнып жатыр. Бақытты отбасының таңғы ритуалы. Таңғы астарын ішіп, қыздары мектепке, жұбайлар жұмыстарына шықты. Күйеуіне дәрігерге баруым керек, қыздарды қайтарда ала салшы деп өтінеді. Аслан жұмыстарым бар, ала алмаймын дейді. Сонымен аласың, алмаймын деп әдеттегі спор кетеді. Және әдеттегідей Аслан жеңіліп қалады. PR-менеджер Камила әріптестеріне тиісемін деп Мария апайдан отырып қалған ведьма деген сөзді естіп, аузына құм құйылады. Камила, Асима екеуі жақын құрбылар. Асима күйеуінің түнде тұрып барлық тамақты жеп қойғанын, содан каша істеп ұйықтамағанын айтады. Асима дәрігерге анализ тапсырған екен. Нәтижесін білуге дәрігерге баруым керек. Ертең өлесің деп тұрмайтын шығар десе, Камила, өзіңді ойламасаң да күйеуіңмен балаларыңды ойласай дейді. Асима, қалжыңдап отырмын, өлмеймін әрине. Үшіншіге аяғым ауыр сияқты деп сырын бөлседі. Асланның жұмысындағы жігіттердің әңгімесінің бәрі тоқал туралы. Жігіттердің бірі әйеліне тоқал аламын деп айтып, көзі көгеріп қалыпты. Жігіттер бір әйелден жалығатындарын айтысады. Ал Асланның ойы мүлде басқа. Тоқалға мүлде қызықпайды. Өз әйелін жақсы көреді. Оны барлығы подкаблук деп мазақ етеді. Асима дәрігердің қабылдауында. Дәрігер оның ұйқы безінің рак ауруына шалдыққанын айтады. Құрбысымен диагнозы туралы бөліседі. Мен өзімді ауру сезінбеймін, мүмкін басқа дәрігерге барармын десе, Камила, жоқ, аман жақсы дәрігер, ол қателеспейді. Ал егер сен барған жерің қателесіп, сенің денің сау десе не болады? Басқа амалын қарастырайық, емін іздестірейік дейді. Асима күйеуі мен балалары олсыз қалай өмір сүреді деп уайымдайды. Аслан ұйықтап қалыпты. Асима оны оятпай кетіп қалған екен. Қыздарға таңғы асқа жұмыртқа қуырамын деп, біресе жұмыртқаны, біресе сковородканы іздеп таппай жүргенде, қыздары оның тамақ істеп бере алмайтынын айтып тұрып кетеді. Асима дәрігерге келіп, не істеуге болатынын сұрайды. Дәрігер оған қолдан келгенін жасаймыз, әзірге мына дәріні іше тұрыңыз деп бір дәрі береді. Камила Асиманы тәуіпке алып барады. Тәуіп Асланның тоқал алатынын айтады. Ашуланып шығып кетіп, Камиладан ақыл сұрайды. Камила тоқал алып бер деп көндіреді. Кешке астан соң Асланға тоқал аласың ба деп бұлш еткізеді. Ішіп отырған шайынан қақалып, есінен ауысқан екенсің деп кетіп қалады. Жанына келіп, тоқал әңгімесін тағы бастайды. Бақытты әйел күйеуіне тоқал алып бере алатын әйел, ал мен бақыттымын. Тоқалың қандай болады екен? Менен әдем болған қалайсың ба деп байғұс Асланның ығырын шығарады. Түнде Асланның тоқал алып келгенін көріп, шошып оянады. Өзі аласың ба деп бастап, өзі қызғанып жүреді. Аслан жігіттермен баняда отыр. Тоқал әңгімесі тағы басталып кетеді. Өзінше бір мақтанып, нағыз еркек әйеліне есеп бермейді. Сөйлесіп жүрген қызы болса, жасырып жүрмейді. Әйелінің бетіне айтады дейді. Сондай мықты болсаң, әйеліңе дәл қазір хабарласып тоқал алатыныңды айт деп, жігіттер әбден қайрайды. Ақырында шотты жабуға спорласады. Аслан әйеліне хабарласып,
тоқал алатынын айтады. Асима шешімін қолдайтынын айтады. Жігіттердің аузы ашылып, Асланның мерейі өсіп, қымбат тағамдарға заказ береді. Ал енді үйде Асимаға түсіндіріп көр. Асланның келіскеніне қуанып, шарттарын айтып бастайды. Аслан тоқал керек емес екенін, жігіттердің алдында жай ғана мақтанғанын айтады. Бірақ Асима қоймаған соң, Аслан: «Тек шыныңды айт, не үшін алып бергелі жатсың?» Сол кезде тоқал алуға келісемін деп шарт қояды. Осы кезде Камила хабарласып қалады. Екеуінің ол балдары жоқ екенін айтады. Міне, тоқал алып бергелі жатқанның себебін де ойлап тапты. Асланға келіп, дәрігер Асиманың енді бала көтере алмайтынын айтқанын және арада ол бала жоқ екендігін айтып, міне осы себептен деп көз жасы көл болады. Дима әйеліне Асланның тоқал алғалы жатқанын айтады. Әйелі: «Аслан красавчик» дейді. Осы жерде тиктоктағы атақты отрывокты көрсеңіздер болады. Ой, маған да көшеде қыздар көзің қысады. Саған көшеде қыздар көзің қысса, сен көтіңді қыс. Камилаға Асланның келіскенін айтады. Енді тоқал болатын қызды қайдан табамыз деп отқанда, Камила әлеуметтік желіге «Күйеуіме тоқал іздеймін» деген кештекпен видео салып жібереді. Видео әлеуметтік желіде хит болып қызу талқыға түседі. Жұмыстағы жігіттердің бәрі Асланға құрмет көрсетеді. Камила кастинг ұйымдастырыпты. Сұлу, арық, әдемі, көптеген жас қыздар жиналған екен. Бірақ Камила оларды бай еркектің тоқалы боласың деп өтірік айтып жинаған екен. Асима қыздарға күйеуінің қарапайым жұмысшы, 2 қызы бар еркек екенін айтқанда, қыздардың барлығы кетіп қалады. Соңында бір қыз қалып, тұратын жері жоқ екенін, бір жігіттен көтеріп қойғанын айтып, тоқал болуға келіседі. Әрине, Асима оны қабылдамайды. Ресторанда енді не істейміз деп, тоқалды қайдан табамыз деп отқанда, Камила: «Мен бар кезде уайымдама, тоқал көп табамыз» дейді. «Жан-жағыңа қара, мұндағы жұптардың бәрі үйленген деп ойлайсың ба?» деп құрбысына қоңырау шалған сияқты болып, «Сенің күйеуіңді көрдім, біреумен отыр» дегенде барлық еркектер шығып кетеді. Асима таң қалып, барлығы әйелдеріне измена жасап жүр ма дейді. Өзіне қандай тоқал керек екенін айтып бастағанда, Камила сөзін бөліп, «Саған мейірімді, пысық, қыздарыңды жақсы көретін әйел керек» деп, қыздары нені ұнатып, ұнатпайтынын айтып, өзін көрсетіп қалады. Асима үнемі өз отбасы туралы айта бергендіктен, Камила бәрін жақсы біледі. «Алыстан іздеп жүрсем, жанымда жүр екенсің ғой» деп, Камиланы тоқал болуға көндіреді. Камила келіспеген сияқты кейіп танытады. Кешке Асланға тоқал тапқанын, ол Камила екенін айтқанда, Аслан бірден келіспейді. Ертесіне қыздармен бірге қыдыруға Камиланы қосып жібереді. Өзі қызғаныштан қиналып жылайды. Оқиға басталған жерге де келдік. Той болып жатыр. Тура Асимаға сөз берген кезде телефонына дәрігерден қоңырау келіп түседі. Дәрігер Камиланы жақсы көретінін, оның Асланға тұрмысқа шыққан қаламайтынын, бәрін алдын ала жоспарлағанын, ешқандай жері ауырмайтынын, сау екенін айтады. Шындықты естіп, Камилаға атылып шашылысады. Дәулеттің де тоқалы келген екен. Әйелі екеуі кездесіп қалып қырылысады. Полиция бөлімшесінде Камиладан не үшін осылай жасағанын сұрайды. Сөйтсек, Камила Асланға студент кезден ғашық екен. Содан бері Асиманы жек көріп, көзін шел басып, осындай жоспар ойлап тауыпты. Өзінің ауру екенін айтпағанына Аслан ашуланып кетіп қалады. Асима анасымен жылап отырып, жүрегі айнып талып қалады. Больницада жұптар татуласып, дәрігер әйелінің ол балаға жүкті екенін айтады. Асланның эмоциясын көрсеңіздер болады. Әйеліңіз жүкті,
Oldu боласыздар. Иә, oldu. Oldu? Oldu? Can! Can! Bırak ben sana. Он сам вообще. Так, я персикшейн бәрі нәрсе категория бар. Жақсы. келесі қандай фильмге обзор жасағанды қалайсың комментарийға жаза кет.